Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-ші сыныпқа арналған сабақ тақырыбы дене тәрбиесі сабағында секіру қабілетін дамытуға арналған іс-қимыл әрекеті. Оқу мақсаты: секірудегі кең ауқымды қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігі мен техникасын сақтай отыра меңгерту және көрсете білу. Сабақтың мақсаты: дене қасиетін дамыту үшін арнайы секіру жаттығулары арқылы техникаларын жетілдіру, ептілік, икемділік, батылдық қасиеттерін қалыптастыру. Жетістік критериялары: жаттығуды орындау барысында биіктікке секіру туралы түсінік қалыптасады. Биіктікке секірудің негізгі қағидаларын меңгереді. Секірудің фазалық ерекшеліктерін ережеге сәйкес орындайды. Жылдам жүгіру және түрлі екпін алу, итерілу, ұшу, қону фазаларын дербес орындай алады. Арнайы секіру дағдыларын дамыту жаттығуларын орындай алады. Сабақ барысында қамтылатын тақырыптар: биіктікке секіру сипаттамасы, биіктікке секірудің негізгі фазалары, екпіндей жүгіру, ұшу, қону, орындау техникасы. Сабақ барысы: биіктікке секіру түрлері. Көлденең секірулер: олар: А. Орыннан ұзындыққа секіру. Ә. Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру. Б. Жүгіріп келіп үш аттап ұзындыққа секіру. Тігінен секірулер: олар: А. Жүгіріп келіп биіктікке секіру. Ә. Жүгіріп келіп таяқпен тіреп биіктікке секіру. Қысқаша биікке секіру тарихы. Ежелгі неміс халықтарында корольдік секірісі өте танымал болған, яғни көлденең тұрған бірнеше аттан сайысып секірген. Орталық Африкада күні бүгінге дейін өз мейрамдарын тойлау барысында биіктікке секіру жарыстары өтіліп тұрады. Ал ежелгі Грекияда олимпиадалық ойындардың бірнеше сайыс түрі аталғанмен, дәл осы биікке секіру туралы мәліметтер жоқ. Алғашқы сайыстар туралы жазбалар 19 ғасырда бастап айтылады. Биіктікке секірудің пайда болу үрдісі жеңіл атлетикадан көрі гимнастика спорт түрінен пайда болған деген болжамдар бар. Немістердің гимнастика жаттығуымен айналысу құрылымдарында гимнастика жаттығуларын орындаумен қатар биіктікке секіруден де сайысқан. Ол кезде олар тіке жүгіре, қос аяқты бүге, нысаннан қарсы аттап секірген деген мәліметтер бар. Биіктікке секірудің 5 түрі бар: толқын, орам, ауыстырмалы, аттап және фосбери флоп. Аттап секіру әдісінің нәтижесі төмен деп есептелінеді. Техникалық үйрету тиімділігі жағынан қарапайым болғандықтан, оны биікке секіруді үйретуде бастапқы сатысында қолданылады. Бұл секіру әдісін мектеп қабырғасында жиі қолданамыз. Биіктікке аттап секіру әдісін орындау реттілігі: бар жылдамдықпен екпіндей жүгіру 10-12 метр қашықтықтан, тақтайға жақындай келе күш ала жоғары серпілу, ауада қалқу барысында аяқтарды кезектеп алып өту, қонуда тақтайшадан бірінші өтетін аяқты тізе тұсынан сәл бүге, аяқ ұшымен тіреле кейін біртіндеп толық табанға тірелу қажет. Екінші аяқты сәл кейін осы қимылды қайталайды. Төмендегі суреттен секіру фазаларын тамашалауларыңызға болады. Секіруді дамыту үшін арнайы төменде келтірілген жаттығуларды оқып танысып қайталаған жөн. Төменде келтірілген суреттердегі секіруді жақсартуға, меңгеруге, дамытуға арналған жаттығулар легін үй жағдайында бар мүмкіндіктеріңе қарай орындап, аз дегенде имитациялық деңгейде қайталаған жөн. Биіктікке қайшылау әдісімен секіруді орындау
техникасымен төмендегі бейнероликтен тамашалап танысамыз. Биіктікке қайшылау әдісімен секіруді орындау техникасы. Жүгіру. Биіктікке аттап қайшылау әдісімен секіруін орындауда жүгіру бағаналардың оң әлде сол жағынан орындалады. Секірушінің итерілу аяғына байланысты 30-45 градус бұрыштан бағытында. Жүгіру барысында жылдамдықты арттыра береміз. Жүгіру 7-10 қадам, одан да артық қадамдардан құралады. Секіруші жүгірісті доға тәріздес орындайды. Итерілу. Итерілуге дайындық бұл соңғы 2-4 қадамдарды тез орындайды. Көлденең бағанның жанынан бүйірінен итерілу орындалады. Бір уақытылы қолмен сермелу жоғары секіруге септігін тигізеді. Секіруді үйлесімді қозғалыс іс-әрекеттерімен қамтамасыз ету. Сермелетін аяқ көлденең бағаннан өтіп, белсенді қозғалыстарымен төмен түседі. Секірудің жоғарғы нүктесінде секіруші жылдам иығын және басын бағанға қарай бұрады. Қону. Жерге бірінші сермелген аяқ тиеді. Егер де жерге қонған сәтте тепе-теңдік сақталмаса, қозғалыстың үйлесімділігінің келіспеушілігі көрінеді. Үй тапсырмасы. Сабақ барысында берілген секіруді дамытуға жаттығу легін үй жағдайында мүмкіндікке қарай қайталап жасау қажет. Биіктікке секірудің фазасындағы ережелермен толық танысып меңгеру. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.